Радиодамыз 101.4 FM Жібек жолы радиосының әуе толқынындамыз. Енді жалғастырайық. Жалпы ораза туралы сұрап жатыр екен. Оразада шаш қию, тырнақ бояу, майкап жасауға бола ма дейді. Негізі ораза Рамазан айы бола ма, нәпіл ораза бола ма? Оразада шашыңызды қисаңыз да болады, тырнағыңызды бояғаннан ораза бұзылмайды. Тағы не дейді? Майкап жасасаңыз ораза бұзылмайды одан. Бұл оразаға тікелей нәрсе қатысы жоқ. Жалпы ораза туралы біз әлі талай эфирлер жүргіземіз бұйырса, негізі мына нәрсені түсініңіздер. Бір қағида бар. Ішкен, жеген нәрсе, ішке кірген нәрселерден ораза бұзылады, денеден шыққан нәрселерден дәрет бұзылады. Бұл кәдімгі нақты белгіленген дүние. Сондықтан ит күшік қолды жалағанда дәрет бұзыла ма дейді? Жоқ, бұзылмайды. Егер ит күшік жүгіріп келіп, арс-арс етіп үріп, сіздің үстіңізге секіріп, сіз сол қорыққаннан сіздің денеңізден бір нәрсе шығып кетсе, онда дәрет бұзылады. Ал так, негізі жалағаннан, үргеннен, сізді тіпті ескелегеннен дәрет бұзылмайды. Көп адамдар иттік білетіндер бар екен. Итті теуіп жіберетіндер бар. Бұл дұрыс нәрсе емес. Хайуанды теуіп, менің дәретім бұзылады, кет деп айғайлап, бұл тәртіпсіздікті көрсетеді. Олай жасамаңыздар. Әлбетте итке ие болу керек. Мәселеде осыған қарайсыздар. Жалпы біздің тақырыбымыз, құрметті ағайындар, бұл бізді қорқу мен қорқыту тақырыбын айтып жатырмыз. Сондықтан кішкентай балалардың қорқатыны бар. Білесіздер ме? Кішкентай балалар қорыққан кезде ата-аналар аузына тілін таңдайына басып тұрып дұға оқып қоятын еді. Алла тағала қорқынышын басып, үрейін басып, баланың үрейін, іштегі нәрсені тыныштыққа, Алла тағалаға сенуге, иманға парпайлап қоятын апаларымыз басынан тұз айландырып, қорқынышын басып, құшағына басып, әйтеуір дұғалар оқып сөйтіп басатын. Сондықтан бұл қажет нәрсе. Жалпы адамды қорқыту, мен айтып кеттім, мына әлеуметтік желіде немесе сондай бір атақ үшін, абырой үшін, немесе бір өзіне оқырмандар, тыңдармандар жинау үшін, тіпті подпискасын көбейтіп, қаралымды көбейту үшін кейбір адамдар үлкен аналарын, апаларын, әкелерін, бауырларын, достарын қорқытып, ең көп біздің көріп жүрген жаңағы таңқын кілті қайда, немесе тағы осы сияқты нәрселерді жиі айтқандықтан адамдарды қорқытып жатқан жағдай бар. Осы бір өте бір жаман іс екенін айтқым келіп тұр. Пайғамбарымыз Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бір күні мешіттен шығып келе жатса, бір сахабаның қорқып үрей үстінде тұрғанын көрді. Неліктен бұлай қорқып тұрсың деген кезде, әлгі сахаба аяқ киімін шешіп, сол аяқ киімді таба алмай тұрғанын айтты. Мен аяқ киімді таба алмай тұрмын деген кезде, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не айтты? Сен біреуді қорқытсаң, жүрегіңе Құдай саған қорқыныш салады арғы дүниеде. Сонда жаңа қорқытып жатқан сахаба жүгіріп келіп, мен досым еді, кішкене қалжыңдап аяқ киімді анда тығып, мында тығып қойдым дегенде, қараңыздар, ойынның аяғы қорқыныш, үрей. Қазір біздің кейбір жастарымыздың мына әртүрлі ойындар, интернеттік әртүрлі ойындарға кіріп, сол ойындардың түбі қорқыныш, немесе жаңа қарап, шыңғырып, бақырып, адамды үркітетін ойындар, немесе сондай бейне таспалар, бейне роликтерді көру, оған таратудың өзі күнә екенін айтқым келіп тұр. Мысалы, дипфейк туралы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы пәтуасын шығарды ғой, яғни фейк болған нәрселерді тарату, оны адамдарға жолдау, тіпті мынау рас па деп жолдау, көзіңіз көріп тұрсыз, рас емес. Яғни бұл шындыққа жанаспайтын дүниені ары қарай жіберіп, оны кейін ақталып, мен сұрайын деп едім, рас па деп, бұл нәрсенің қажеті жоқ. Яғни дініміз бұл нәрсеге тыйым салады. Тура сол сияқты жаңағы аяқ киімнің өзін тыққан сахабаға ойнап, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сен үрей салсаң, бұл дүниеде Алла тағала саған арғы дүниеде үрей салады деген ардақтылар. Сол үшін осы үрейді, онсыз да біздің қазіргі қоғамымызда үрейіміз көп, қорқынышымыз көп. Көбінесе үрейді, қорқынышты бізге кім салады? Өзіміздің жақындарымыз салады. Бізге жақын адамдар салады. Біз сенген адамдар салады. Біз сенген адам. Сондықтан бүгінгі осы Жібек жолы радиосындағы бағдарламамыз тікелей осы жақындарымыздан, немесе сенген адамдарымыздан, осыдан осындай болады ау деп келетін достарымыздан қорқыныш, үрей алу біз үшін өте қауіпті деп айтқым келіп тұр. Яғни сіздің сеніміңізді бұзбаңыз. Екінші, сізге сенбейтін болады. Екінші, сізден қорқатын болады. Сізге үмітсіз болады бұл адам. Сізден іштей тартылып тұратын болады. Сондықтан адамның ең жоғарғы нәрсе сенімі болса, сол сенімді бұзбауға шақырам. Мынандай бір қызық оқиға айтқым келіп тұр. Осыны бір кейінгі біздің жастарымыз бәрі тыңдап алса екен деймін. Бір күні қасқыр өзінің бөлтірігін алып шығып, үлкен бір жайылып жатқан қойды қырдың үстінен, таудың үстінен көрсетіп айтты дейді, анау жайылып жүрген
қой, сен жеп жүрген, күнде мен саған алып келіп жүрген осы қойдың еті, бұл біздің азығымыз, бұның еті сондай шырын, сондай тәтті. Бірақ бұл қойды бағып тұрған анау қойшыны көрдің ба, аттың үстіндегі деп айтады. Иә депті бөлтірік. Бұл қойдың баққан қойшының ағашы, сойылы, немесе мылтығы, бұл біздің өмірімізге қауіпті. Ұрса сындырады, атса өлесің деді. Сонда кішкентай ғана бөлтірік бүйтіп қарап, итті көрді дейді, тазы итті. Анау бізге ұқсайтын кім екен жатқан деп айтты дейді. Балам, оның аты ит деп айтты дейді. Ең келетін бәленің бәрі сол иттен келеді деп айтты дейді. Бұл бізге ұқсайды ғой дегенде, есіңде сақта балам, бізге келетін қауіп өзімізге ұқсайтындардан келеді деп айтты дейді. Өзімізге ұқсайтындардан. Кімнің басына не келсе де, яғни сенім артқан, біз екен деп итке ұқсайды екен деп сенімді артпа деген сондай бір насихат айтты деп айтылады. Сол үшін ардақтылар, біз сенген, сізге сенген адамға жүрегіне үрей салып, қорқыныш салып, оны үркітіп жасау, әсіресе мынау жас балалардың ата-анасын, әжесін, үлкендерін, сенген достарын қорқытуы жақсы емес деп айтқан болар едім. Ардақтылар, қорқыту харам. Қалай болса да, ойнап бола ма, басқалай бола ма, қорқытудан сақ болыңыздар. Біреуді қорқытудан, әсіресе мынау ер азаматтар әйелін қорқытады. Әйелдер ер азаматтарын қорқытатын кейде. Енді бір-біріне теңдей жасап жасап, тағы да бір мәселе айтамын. Егер ойын менен мүмкін бір қалжың менен істелінсе ештеңе жоқ, бірақ кей кезде адамның ішкі дүниесі қобалжитындай, қаншама ойын ойнаймыз деп арты апатқа, жуырда ғана бір әлеуметтік желіден бір видео көрдім, бейне көрдім, тура сол сияқты біреу келіп қорқытқан кезде жүріп бара жатқан адам жолға ары қарай қашып, кетіп бара жатқан машинаның, көліктің астына түсіп, бір мертігіп қалды. Яғни ол ойлаған жоқ осылай болады деп. Көрдіңіздер ме? Сондықтан біреуді қорқытып, бүркітіп, кейбір кезде жаңағы әлеуметтік желіге жүктеу үшін, жарайды енді біреу қорқыпты, соны әдейілеп жасап қорқыныш салу, бұл үлкен күнә. Кезінде үлкен аталарымыздан естейтінбіз, бір адамды қорқытсаң 70 жыл құлшылығың қабыл болмайды. Яғни өмірің зая кетеді деген сөз ғой. Тура сондықтан осы жерде сақ болуға шақырамын. Мұсылман адам мұсылманға ешқашан қорқыныш, бір-біріне үрей, бір-біріне жаманшылық салмайды. Енді біз және аз ғана үзіліс жасап, ән тыңдайық, содан кейін жалғастырамыз. Ал кейінгі қосылған кісілерге тағы да армысыздар, амансыздар ма, саумысыздар, күндеріңіз бастарыңызға жақсылықпен келсін, әр сәттеріңіз берекелді болсын. Құрметті ағайын, жалпы біздің айтып отқан киелі кеңістік бағдарламасында қорқу және қорқыту мәселесінде айтып жатыр едік. Қорқу және қорқыту білесіздер ма? Қорқуды ғұламалар қарыз дейді. Қарыз деген не ол? Біреуге қарызсың, тура сол сияқты біреуге қиянат жасасаң қарыз. Енді біреуді қорқытсаң, сөзсіз сені біреу қорқытады. Және сені қорқытқан қорқыныш өте қатты болады. Өте ауыр болады. Сондықтан, ардақты ағайын, әсіресе балаларымызды, мені естіп отырған жастар, кейінгі өскелең ұрпақ. Біз бір-бірімізге үрей, сенімсіздік алып келмеуіміз керек. Әрдайым біреуді қорқытып жүрген адам, енді кейінірек сізге сенімсіздік пайда болады. Сенбейді сізге. Неге қорқытып қалар ма екен деп сізден ішін тартып отырады. Сондықтан кейде ата-аналар балаларын қорқытатын көріп жатырмын. Қызығып, кейбір әке-шешелер ана басына маскалар киіп балаларын қорқытып, шошытып, онсыз да баланың ақыл ойы тұрақталмаған кезде, онсыз да жан-жақта көріп жүрген дүниелер, қорқынышты дүниелер көп болған кезде, біздің ішкі жүйкемізді қозғайтын дүниелер көп болған кезде, ардақты ағайындар, бұл нәрседен алыс болуымыз керек. Жоғарыда айттым ғой, қарыз. Сондықтан қарыз мәселе сөзсіз басыңызға келеді деген сөз. Кімде-кім біреуді қорқытса, өзі де қорқынышта қалады. Сауал кептір екен, мектептерде имамдар сабақ өткізіп, өтуге ықпал етсеңіз жақсы болар еді дейді. Біз зайырлы мемлекетпіз, ардақтылар. Біздің елімізде, мемлекетімізде дін сабағы, дінтану пәнін менің ғана шектелген. Имамдар, дін адамдары мектептерге барып дәріс жүргізе алмаймыз. Неге? Өйткені ол заңменен бізде тыйым салынған. Бір жағы
біз зайырлықты ұстап қалу үшін, екіншісі теріс ағымдардың әртүрлі пікірлер бар бізде, әртүрлі ағымазда азаматтары бар, сондықтан әртүрлі конфессия бар. Мен барып уағыз айтсам, басқа діннің өкіліге ол уағыз айтса, әртүрлі ұлт қой бар. Тура сол сияқты мынау қазақ тіліне байланысты. Енді біздің еліміз Қазақстанда жиі көріп жатсыздар, жиі айтылып жатқан бір мәселе бар. Енді біз тақырыптан сәл ауытқысақ та қайта-қайта қойылғаннан кейін жауап бергім келіп отыр. Мынау қазақша сөйле деп бір-бірімізді, мен де кейде аракідік орысша басқа тілде сөйлеп жатсам, неге қазақша сөйлемейсіз деп, мына кейде ұлт жанды болып, өзін ұлттың тілдің жанашыры болып көрсеткісі келетін азаматтар, немесе әлеуметтік желіде көреміз, дүкенде, немесе кез келген қызмет көрсету орталықтарына барып алып, қазақша сөйле, қазақша деп түсінбейтін адамды қылқындырып, оған мәжбүрлеп сөйлетуден, біз мәжбүрлеп діннің өзін намаз оқытуға болмайды, білесіз ба? Мен оқымаймын деген адамды оқытылмайды. Тура сол сияқты күйеуге шықпаймын деген адамды зорлап күйеуге шығарып, үйленбеймін деген адамды зорлап үйлендірмеген сыңайлы адамды да зорлап қазақша сөйлетуге ол жақсылық қалып келмейді. Тура сол сияқты өзге мемлекеттерге барған біздің отандастарымыз барған кезде оларды қылқындырып, мысалы Сауд Арабиясына барып жатсыз, шекарада сізді тұрып алып арабша сөйле деп ешкімді қинамайды ғой. Америка құрама штаттарына барып жатырмыз, ағылшынша сөйлемесең кет деп ешкім қайтармайды сізді. Неге? Өйткені бұл әлбетте құрмет ретінде өздігінен сөйлесең қанекей, бірақ мына кейбір ұлт жанды болып көрініп, соны әлеуметтік желіге жүктеп, түбінде оны жауапқа тартылып, біреудің өміріне зорлау, бұл тілді жақсы көруді көрсетпейді. Біздің ұлыларымыз, даналарымыз бізге не үйретті? Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деді. Өз тіліңді құрметтеу деген сөз, оны біреуді басып қазақша сөйлету емес. Қазақша сөйлей алмаған баланы қазақша сөйлетіп, түсінбегенді қазақша түсіндіру шарт емес қой. Біз өз ықтиярыменен, онсыз да біздің мына Құдайға шүкір көбейіп келе жатқан еліміз. Өз тілімізде өзіміз сөйлесек, басқа тілден білсек, ода тұрған еш нәрсе жоқ. Мүмкін ағылшын тілінде біліңіз, бірақ құрметті ағайын, елдің ішіне аракідік осындай дүниелерді айтып, тілдің мәселесін жоғары көтереміз деген атпенен іріткі көтеріп жатқандары бұдан сақ болсаңыздар деген деймін. Неге? Өйткені зорлап біздің мейлі өз қазағымыздың өзі қазақша сөйлей алмай жатса, енді оны зорлап сөйлетудің қаншалық бар? Сен қазақша білмеген адамды зорлап қазақ қылу деген сөз ғой, ол болмайтын нәрсе. Өз ықтиярымен, жүрегімен келсе тамаша болар еді деп айтқан болар едім. Туып өскен жерімізге барғанда намазды толық оқимыз ба, әлде сапар ма? Туып өскен жеріңізде үйіңіз, ата-анаңыз біреу қалды ма, жоқ туып өскен ауылыңыз ғана қалды ма? Егер сол жерде ауылдың аты болса, әлбетте сіз жерде жоқсыз, ол жерде әйеліңіз жоқ, жақыныңыз жоқ, ешкім болмағаннан кейін сіз ол жерде сапарда оқисыз. Енді сапардың менен сапар еместің айырмашылығы не? Сапарда намаздар қысқарады. Ханафи мазхабында, яғни бізде азима деп қояды, қысқартуы керек. Егер қысқартылмаса, бәрібір намазы қабыл болады, бірақ сәл әдепсіздік жасаған болады. Егер сіз мына жерде қысқартам ба, қысқартпайым ба деген ойыңыз екі болып білмей сұрайтын адам таба алмасаңыз, онда толық оқи беріңіздер. Одан сіз күнәлі болып қалмайсыз. Толық білмей тұрсыз. Мысалы, осы жерде мен туғандарым ішінде сапарда болдым ба, әлде сапарда емеспін бе? Осыны ажырата алмай сұрайтын адам таба алмасаңыз, онда толық оқи беріңіз. Күмәнданғанша толық болсын. Бір жұмыс істеген адам жұмыста бір жағдай болып қалады. Сол кезде әрдайым Құдайға салдым, Алладан көресің деп аузына келген айтып кетеді. Оны қалай түсінуге? Бұл тап біздің айтып отқан қорқыту. Мен жуырда бір намазхан азаматтардың, яки болмаса сол жолда жүрген біздің бауырларымыздың кейбір мына жол полиция қызметкерлерін тоқтатқан кезде, заң бұзушылықпен тоқтатып документ көрген кезде құжаттарын соған аузына ақ ит кіріп, көк ит шығып, соны қарғап, сілеп, қорқытып, соған үрей салып, сен бүйтіп қаласың, сен жолда сөйтіп қаласың. Әсіресе мына такси қызметтеріндегі, сен бұлай жүрмесең, мен айтқаным істе деп өзінің өркөктігін, барлығын, дүниенің толып пісіп тұрғаныңызды олай көрсетудің қажеті шамалы. Сіз бала шағамды асырайым деп жүрген адамды онсыз да қорқытып, одан дүниені